Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 32-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Presentation Skills 1. Mythical Creatures. Мифтік тіршілік иелері. Exercise number 1. Read and complete Emma's presentation about her favorite mythical creature, then listen and check. Бұл жерде Эмманың мифтік тіршілік иесі, яғни жаратылысы туралы презентацияны оқып аяқтаңыз дейді. Содан кейін тыңдаңыз және де тексеріңіз дейді. Төменгі жақта бізде сөздер берілген, сол сөздерді біз төменгі жақтағы презентацияға қосып айтып шығуымыз қажет. Hello everyone. Does anyone here know what a unicorn calls its father? Popcorn. Сәлем барлықтарыңызға. Бір мүйізді жануарды оның әкесі қалай атайтынын сіздер білесіздер ме? Popcorn. I really like that joke because it's about my favorite mythical creature, the unicorn. Маған бұл әзіл өте қатты ұнайды. Өйткені бұл менің сүйікті мифтік жаратылыс иесі бір мүйізді жануар туралы. Well, there is a lot I can tell you about unicorns. Жақсы, менде сізге мүйізді жануар туралы айта алатын көп ақпарат бар дейді. To begin with, unicorns are mythical creatures and they appear in my myths and legends from different parts of the world. Алдымен, жалғыз мүйізділер мифтік жаратылыстар. Және олар әлемнің әртүрлі бөліктерінен көптеген мифтер мен аңыздарда кездеседі. Most of the stories about unicorns say that they look very much like horses, as you can see from the picture. Бір мүйізділер туралы әңгімелердің көпшілігінде олар жылқыларға ұқсайтындығы айтылады. Оны суреттен көріп тұрсыз дейді. Most unicorns were white and they had blue eyes. Бір мүйізділердің көпшілігі ақ түсті және де көздері көгілдір болды. They had a single long horn in the middle of their head. Олардың бастарының ортасында жалғыз ұзын мүйізі болды. Actually, that's what the word unicorn means, one horn. Сондықтан да бір мүйізді жануарлардың аты бір мүйізді жануар екен. Бір мүйізден ғана тұрады екен. Now, here's an interesting fact. Unicorns were just as strong as horses, but they were very difficult to catch. Енді бір қызықты факт. Бір мүйізділер жылқылар сияқты күшті, бірақ оларды ұстап алу өте қиын дейді. Do you know why? Неліктен екенін білесің бе дейді. Well, they didn't like people getting too close to them, so they used to live deep in the forest, far away from everything. Олар адамдардың өздеріне тым жақындағанын ұнатпайды. Сондықтан олар орманның терең жағында және де барлық нәрседен алыс жерде өмір сүретін. Unicorns were shy and they were always good and pure creatures. Бір мүйізділер олар ұялшақ болды және олар әрқашан жақсы және таза жаратылыс болды. And here's another unusual thing about them. They had special powers. Міне олар туралы тағы да бір ерекше нәрсе, олардың ерекше күштері болды. People used to say that drinking from the horn of a unicorn protected them from poison or any other problems with their health. Адамдардың айтуынша, олардың мүйіздерін ішкен кезде уланудан және де денсаулығына байланысты басқа да проблемалардан қорғайды деп санаған. Now, let's talk a bit about unicorns and art. Енді кішігірім бір мүйізділер туралы және өнер туралы айтайық дейді. Did you know that there are a lot of paintings, books and even films with unicorns in them? Сіздер білесіздер ме, көптеген картиналар, кітаптар және де фильмдер бір мүйізділер туралы бар екенін дейді. My favorite unicorn is in the film Toy Story 3. He's called Buttercup and he's very funny. Менің бір мүйізділер туралы сүйікті фильмім Toy Story деп аталады, яғни ойыншықтар тарихы 3 деп. Оның аты Buttercup және де ол өте күлкілі дейді. Well, that's all for now.
This brings me to the end of my presentation. Ал әзірше бары осы дейді. Менің презентациямның сіздерге берген мәліметі дейді. Thank you all very much for your time. Сіздерге уақыт бөлгендеріңіз үшін рахмет. As Buttercup would say, just sail loose, have fun, you'll be fine. Buttercup айтқандай, еркін бол, көңіл көтер, барлығы жақсы болады. Соңғысы, goodbye and take care. Сау болыңдар және де өздеріңді күтіп жүріңдер дейді. Exercise number 2. Listen to Emma's presentation again. Copy and complete her notes. Эмманың презентациясын қайтадан тыңдаңдар дейді. Оның жазбаларын көшіріп, аяқтаңыз дейді. Mythical creature's name. Unicorn. Мифтік тіршілік иесінің аты бір мүйізді. What did it look like? Ол қандай болды? A horse with a single horn. Жалғыз мүйізді жылқы. Facts. Фактілер. Unicorns were shy and they were always good and pure creatures. Бір мүйізділер ұялшақ болды және де олар әрқашан таза және де жақсы жаратылыс иесі. They didn't like people and used to live deep in the forest. They had special powers. Олар адамдарды ұнатпай, орманның терең жағында тұратын. Олардың ерекше қасиеттері болды. Drinking from their horn protected people from poison and other problems with health. Олардың мүйізінің суын ішу адамдарды уланудан және де денсаулығына байланысты басқа да проблемалардан қорғайды. Favorite unicorn, сүйікті бір мүйізді. Buttercup from the film Toy Story. Ойыншықтар тарихы, яғни хикаясы фильміндегі Buttercup.